Сәлем достар, бұл мен Бүркітбай Сағыныш және қасымда Бүркітбай Раяна. Бүгін біздер мукбангтың, яғни ASMR'дың сырын ашатын боламыз. Негізі мукбанг бүкіл жерлерде тараған. Сіздерге бір ақпарат, әсіресе бұл мукбанг саласы Қытай мен Кореяда дамыған. Мукбанг саласы бізді осы уақытқа дейін алдап келді. Мукбанг дегеніміз экранның алдында тамақ жеп отыру. Әсіресе мукбангты кішкентайлар да, үлкендер де және әжелер мен аталар да көп түсіреді. Әсіресе жастар көп түсіреді. Мукбангты жеп отқан тамақтарын қоқысқа тастап жейтіндер де бар. Осыншама тамақты олар біреузі жейді. Біздер ойлаймыз, экран алдында мынандай өте үлкен тамақтарды біреузі жейді деп. Алайда оның бәрі монтаж. Олар тамақты жемейді, қоқысқа тастайды, болмаса түкіріп тастайды. Не құсып тастауы да мүмкін. Видео түсіріп тамақ жеп отқанында олардың арттарында қоқыс жәшігі тұрады. Тамақтың порциясын олар көп жейді. Достар, мен сіздерге айтқан болатынмын, кәрі кісілер де ASMR түсіреді деп. Міне, көз алдарыңызда торт жеп жастар және әжелер барлығы ASMR түсіруде. Көбісі қазір эфир түсіреді, ал эфир алдында тамақ порциясы көп болса, оның атақтылығы да арта береді. Майлы тағамдар организмге өте қатты қауіпін тигізеді. Достар, қараңыздар, қандай күшті шоколад. Достар, тамақ үшін осылай дастарханды сызуға бола ма не? Мә, достар, қараңыздар, өте керек. Бұл тағамдардың бәрі денсаулықты бұзады да лас қылады. Адамдарға да зиян келтіреді. Мукбанг саласы әлі күнге дейін жалғасып келеді. Мен Бүркітбай Раяна, Бүркітбай Сағыныш. Всем пока!